Қайырлы күн, Қайым студиясының көрермендері, оқушылар, ұстаздар, ата-аналар. Бүгін Қайым студиясында кезекті түсірілім. Бүгін бізде қонақта 9-шы В сыныбының оқушысы Иганберген Нұрбақыт. Біз бүгін түсірілімімізде Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейне шығармасына қатысты сұрақтарды талқылайтын боламыз. Енді ең алғашқы сұрақ, өзіңді қысқаша таныстырып өтсең, сосын осы Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейнесін жазуға қандай тарихи оқиға немесе психологиялық фактор әсер етті деп ойлайсың? Қайырлы күн, 90-шы гимназияның көрермендері. Менің атым Иганберген Нұрбақыт. Осы «Мәңгілік бала» бейне, Роза Мұқанова жазған «Мәңгілік бала» бейне шығармасының бүгінгі психологиялық, тарихи факторларын атап өтетін боламын. Жақсы, сәттілік. Жаңағы тарихи оқиға немесе психологиялық фактор туралы қысқаша айтып өтсең. 1949 жылы Қазақстанда Семей полигоны ашылды. Сол 29 тамызда болды жарылыс. Сол кезде көптеген адамдар мутацияға ұшырап, денсаулықтары төмендеп қалды. Ол тек адамдарға емес, олардың ұрпақтарына да әсер етіп, көптеген адамдар зардап шекті. Соған арнап Роза Мұқанова «Мәңгілік бала» бейнесі деген шығармасын жазып, сол 1949 жылдағы ауыр жағдай туралы айтқысы келді. Зардап жайлы айтатын болсақ, мысалы атом ядролық бомбаның алғашқы жарылысы Жапонияның Хиросима және Нагасаки қалаларына тасталды. Ал бізде Семей полигонында жарылған ядролық сынақтардың зардабы сол жаңағы екі қаланың зардабына қарағанда 3 есе көбірек екен. Бұл енді қарап тұрсақ өте ауыр трагедия, өте ауыр зардабын тигізіп отыр. Енді сол оқиғаға қатысты Роза Мұқанованың қоғам белсенділеріне арнаған туындысы, қоғамға жеткізу үшін арнаған туындысы деп айтуға болады. Енді келесі сұрақ, шығарманың негізгі кейіпкері Ләйланың трагедиясы нені білдіреді, және ол нақты бір адамның бейнесімен, әлде бүкіл бір ұрпақ бейнесімен болуы? Ләйланың осы «Мәңгілік бала» бейнесінің ішіндегі кейіпкерлер, негізгі кейіпкер ол Ләйла болатын. Ал Ләйланың жұбатып отыратын жақын адамы ол әжесі болатын. Осы шығарманың ішінде бір қатыгез адам бар, оның аты Қатира, Ләйланың әпкесі болатын. Және де Ләйланың кішкентай кезден бері дос болып келе жатқан досы болады. Ләйланың әпкесі Қатира Ләйлаға ауыр сөйлеп, өмірі намысына тиіп жұбатып отыратын. Ал оны жұбатып отыратын әжесі Ләйланың көңіліне тимес үшін жылы сөздермен жұбатып отыратын. Жаңағы мысалы әпкесі Қатираның қандай іс-әрекетінен Ләйланың жақтыртпайтын кезін көруге болады? Қандай іс-әрекеттерден көре аламыз? Қатира Ләйланы сыртқы келбетінен ұнатпайтын, өйткені Ләйла сыртқы келбеті 8 жасар қыз сияқты болатын, ал негізгі жасы 16-да болатын. Және өзінің бойы өспей, бірақ қолдары өсіп, сондай мутацияға ұшырағандықтан оны Қатира жақсы көрмейтін. Сонда енді кейіпкеріміздің өте ауыр халі өте ауыр. Соны жалпы дүйім жұртқа осындай шығарма арқылы осылай жеткізудің өзі бір үлкен белес деп айтсақ та болады Роза Мұқанованың. Енді келесі сұрақ, мысалы осы «Мәңгілік бала» бейне атауы жайлы қандай ой қосасың? «Мәңгілік бала» бейне, жалпы шығарманың атауы жайлы. «Мәңгілік бала» бейне, менің ойымша «Мәңгілік бала» бейне дегеніміз осы Ләйлаға ауыр сөздері айтылып, талай қасына адам жоламай қашып кетіп, оның барлығы ауыр ғой.
психологиялық жағынан. Сондықтан соған арнап мәңгілік бала бейне деп атады деп ойлаймын. Өте орынды атауын таңдап алған жазушы. Енді мысалы мында келесі сұрақ, мысалы шығарманы бүгінгі қоғам тұрғысынан қарастырсақ, қандай мәселелер әлі де өзекті болып тұр? Мысалы дәл қазіргі уақытпен салыстырмалы тұрғыда қарастырсақ. Шығарманы оқып қарасақ, адамгершілігі жоқ деген мәселеге әкеліп тұр. Ол қазіргі 21-ші ғасырда да ол мәселе бар. Көптеген балалар буллингке ұшырап, кибербуллингке ұшырап жатады. Бұл мәселе бар әлі. Адамгершілігі жоқ деген. Осындай адамгершілік қасиетті көрсете білу, адамгершілік қасиетті көрсете білу. Енді жалпы осы түйіндейтін қорытынды сұрақ, осы мәңгілік бала бейне шығармасында, мысалы жаңағы Ләйләнің тағдыры, жалғыздық, жетімдік, жалпы осы қоғамның қатыгездігі шығарманың өзегіне айналады. Ал бұл мәселелерді автор қалай аша алды? Деген сұрақ. Жаңа мысалы Ләйләнің басынан өткен қиындықты, жалғыздығын, жаңағы Қатираның қатыгездігі, сол жайлы автор нені сипаттап көрсеткісі келді деп ойлайсың? Адамдар енді неше түрлі сөйлейді деген секілді түрде көрсеткісі келді. Адамдар арасындағы қарым-қатынас, адамдар арасындағы қарым-қатынас. Жалпы осы мәңгілік бала бейне шығармасы не берді, және осы 8-ші сынып оқулығында бар, қазақ әдебиеті. Жалпы өз ойын қандай, бұл шығарма оқушыларға қандай ой сала алады? Оқушыларға ой салу жағынан былай айтсам болады. Енді адамгершілікті жақсарту, сыртқы келбетінен қарап, ойбай қорқынышты екен деп қашып кетіп өйтуге болмайды деп ойлаймын. Өйткені адамның ең маңызды қасиеті ол ішкі қасиеті болып саналады. Ләйлә сырты енді ерекше болғанымен, ішкі жан дүниесі өте жақсы, нәзік қыз деп айта аламын. Сондықтан адамгершілікті дұрыстау керек. Адамгершілік қасиет барлық қоғамда белсенді орын ала білу керек дейсің ғой. Жақсы, бүгінгі сұхбатымыз осымен өз мәресіне жетті. Енді бүгін біз осы мәңгілік бала бейненің ең негізгі кейіпкерлеріне және қоғамға арналған ішінде көтерілген қандай мәселелер бар, сол жайлы талқылаған болатынбыз. Жалпы Қайым студиясының кезекті түсірілімінде жүздескенше күн жақсы болсын.